Сәлеметсіздер ме, құрметті көрермендер, каналымызға қош келдіңіздер. Әлемде және де Қазақстанда болып жатқан жаңалықтарды алғашқылар қатарында біле отырғыңыз келсе, арнамыздағы подписаться және де бір ғана лайк түймесін баса кетуді ұмытпаңыздар. Лайк түймесін басқан қолдарыңыз Кибатулланың қабырғасын ұстауын нәсіп етсін. Ал ендеше бастадым. Ауыр атлет Владимир Седовтың отбасына 5 миллион теңге беріледі. Қазақстан Республикасы ауыр атлетика Федерациясы Владимир Седовтың отбасына 5 миллион теңге көлемінде көмек көрсетеді. Сондай-ақ ұлын тәрбиелеуде қажетті қолдау көрсетті, делінген федерация хабарламасында. Федерация спорт ардагерінің қолдау жөніндегі бағдарлама әзірлемек. Осылайша мұқтаж ауыр атлеттерге қажетті көмек көрсетіледі. Биыл осы бағдарлама бойынша 10 миллион теңге бөлінді. Еске сала кетейік, 35 жастағы ауыр атлет Владимир Седов өз үйінде өлі күйінде табылды. Туыстарының айтуынша ол суицид жасаған. Бізді тамашалауды жалғастырыңыздар және де бір ғана лайк түймесін басып, сау саламатта болыңыздар.